жасайтын болсаң жасап бітірсейші, тез 3 күн болды осы пирожный жасап жатқаныңа. Айттым ғой, бұларды сөйлетіп өзің бәлеге қаласың. Осындай вопипайдың пирожныйларын жасап дайындап қойған болатынмын. Қазір 4 леске бөліп пісіріп алатын боламын. Ары қарай сметаникті жасауға кірісіп кеттім. Осылай сметанигін құйып, оны да тоже духовкаға жібердім. Осылай әп-әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Вопипайдың кремін жағып жинап қойдым. Енді бетіне шоколадын құямыз. Ананың үстіне әлі шоколадын құймапты ғой, мынау тез құйса енді. Мына жақта вопипайдың пирожный шоколадын құйып атсам, қызым маған клубника в шоколаде істеп бер дейді. Осыдан 2 клубника в шоколаде істеп бердім. Ойбай, мына жақта бітімай атса клубника в шоколаде істеп атқан несі мынаның? Ойбай, бітеміз ғой, не болды сендерге сонша асығып дедім, ана шоколадтың барлығынан үстіне құйып жібере салдым. Ары қарай шоколадын тегістеп, барлық жеріне осылай жағып шықтым. Былжырап отырам ба дедім де тез бетіне жақтым да, и клубникаларын қойып шықтым. Бітірді ғой, әйтеуір үйтіп қалай шықтым, мен айтыңдар. Ең әдемі шыққан біз ғой. Мен де әдемі тәтті болып шыққам, если что. Ауылға барып, осылай жасаған заттарымызды барлығын қойып, мынау бомбонеркеларды осылай жайғастырып қойып, құдаларды күттік. Уже қойып тұрмыз ғой дастарханда, прям дастарханның сәнін келтіріп ше. Апам суретке түсіп үлгеріпті ғой, осыдан кейін роддомға кетеді бұл. Бесік тойдан келесі осылай суретке түсіп жатыр ғой, мен шығамын қазір сәлден соң. Үйге келіп, мына жуылмаған ыдыстарды жайғастырып жуып жүрсем, толғағым келді, сразу роддомға қарай шығып кеттім.